Қайырлы күн достар, таңғы асқа екі түрлі идея. Екеуі де жұмсақ, сырты қытырлап, дәмді болып шығады, ең бастысы тойымды. Ортасы жұмсақ болады, ал сырты қытырлап, дәмі деген керемет болып шығады. Видеода көріп тұрғандарыңыздай бұл бірінші идея, ал мынау менде екінші идея. Қазір осының жасалу жолымен бөлісетін боламын. Ал кеттік ендеше. Бізге керек заттар: нан, кез келген нанды пайдалансаңыздар болады, сосиска немесе колбаса, піскен ет, жұмыртқа және тұз, бұрыш қажет. Алдымен нанды осылай 3 тілім ғып кесеміз, оның 2 тілімін қазір пайдаланамыз. Осылайша нанның ортасындағы жұмсағын бөлек кесіп аламыз. Бөлек алынған жұмсақ нанды қазір оқтаумен 1-2 рет басып өтеміз. Бұл бізде тым қалың, кішкене жұқалау болуы қажет. Осылайша алдын ала заттарымызды дайындап аламыз. Бұл бізде бірінші идея. Енді сосисканы осылай дөңгелектеп турап шығамыз. Немесе колбаса пайдалансаңыздар болады. Енді 2 дана жұмыртқаға татымына қарай тұз, бұрыш салып, жақсылап араластырамыз. Қызып тұрған тапамызға кез келген майды салсаңыз болады. Мен сары май салдым. Енді үстіне жаңағы алдын ала дайындалған 2 тілім нанды қойып, үстіне піскен ет пен сосисканы қойып шығамыз. Одан кейін дайын болған жұмыртқаны осылай бетіне құямыз. Нанның көлемі биік болғандықтан жұмыртқаның үстінен тағы да бір қайтара сосиска мен піскен етті қоямыз. Қойып болғаннан кейін үстіне сыр және аздап қана кетчупты сеуіп, жаңағы жұмсақ нанды сол сыр мен кетчуптың үстіне қоямыз. Осылайша нанды келесі бетіне аударып, 2 бетін қызартып пісіріп аламыз. Осымен біздің таңғы асқа бірінші идеямыз дайын болды. Осындай қып-қызыл болып шығады. Ал екінші идеямыз ол да нанмен жасалады. Осылайша нанды бір тілімін соңына дейін кеспей, одан кейінгісін соңына дейін кесіп, яғни ортасын ашық қылып аламыз. Енді нанның ортасына салатын салмасын даярлаймыз. Бір ыдысымызға колбаса, екінші ыдысымызға піскен етті салып, олардың ішіне сырды салып, одан кейін бір ас қасық майонез немесе сметанды салып, жақсылап араластырамыз. Дайын болған салманы осылайша нанның ішіне салып шығамыз. 2 тілім нанға 2 түрлігі, біреуіне колбасамен, екіншісіне піскен етпен салып шығамыз. Салмасына кез келген үйде бар затты салсаңыздар болады. Енді 2 дана жұмыртқаға татымына қарай тұз, бұрыш салып, жақсылап араластырамыз. Қызып тұрған тапамызға дайын болған нанымызды жұмыртқаға аунатып, 2 бетін де жан жағын да қызартып, қып-қызыл қылып қуырып аламыз. Осымен таңғы асқа деген екінші идеямыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Дәмі керемет, жұмсақ қытырлап шығады. Міндетті түрде жасаңыздар. Айкони Фудқа тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Ас болсын!